Бұл зауыт негізінен электровелосипедтер және де мотоциклдерді шығарумен айналысады. Жалпы осы мотоциклді Қазақстанда өндіруге қандай станоктар керек, қанша адам керек? Бұл мотоциклдер біздің Қазақстанның немесе СНГ-да LTM 150, LTM 200 атты брендімен танымал. Біздің Қазақстан Республикасында сатылым бағасы 400-380 мың маңайында болады. Ал бұл жақта зауыттан шыққандағы өзінің құны 150 мың мен 180 мың теңгеден бастап алуға болады екен. Ғана осы жерден ағашпен қаптап, упаковкалеп, клиенттің айтқан мемлекетіне қарай жүріп беру ғана қалды. Міне салмағы 280 килограммға дейін адамдарды көтере береді екен. Әлі күнге дейін Қазақстанға кемеген. Бағасы да өте арзан, қарапайым халыққа да кез келген адамда ала алатындай мүмкіндігі бар. Мынау электровелосипедтерге гарантия 5 жылға дейін береді екен. Бүгін Гуанчжоу қаласының шетінде орналасқан халықаралық Фекон зауытына келіп отырмыз. Бұл зауыт негізінен электровелосипедтер және де мотоциклдерді шығарумен айналысады. Біздер бүгін келдік, Қазақстанмен бұл компания жұмыс жасай ма, жұмыс жасамай ма екендігі туралы анықтау үшін, және де осы зауыттың заттарды қалай шығарып жатыр, қандай станоктарды пайдаланып жатыр, сол туралы біз толық зерттеп анықтайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Бүкіл әлем бойынша 60 мемлекетке экспортқа тауар өндіретін Қытайдың мотоцикл шығаратын зауытының жұмыс барысын қазір бақылайтын боламыз. Жалпы осы мотоциклді Қазақстанда өндіруге қандай станоктар керек, қанша адам керек, қандай көлемде ақша керектігін бақылап, енді зерттеп, осы зауыттың директорымен сөйлесетін боламыз. Кеттік. Мынау бензин бак осылайынан өндіріледі деген, жалпы мына жерінде міне тоқ күші бар. Одан кейін ары қарай келесі маманға қарай беріледі. Шеше. Міне мынаны осылай қояды осы жерге. Сосын сыртына қазір покрышка қаптайды осылайынан. Жалпы мынау Пакистан деген зауытта 60-тан аса адам жұмыс жасайды екен. Моторын құрастырады, одан кейін дөңгелектерін құрастырады, одан кейін бүкіл барлық жабдықтарды бір мотоцикл жүйесіне байланыстыратын бір адам болады. Жалпы енді бұл мотоциклдер біздің Қазақстанның немесе СНГ-да LTM 150, LTM 200 атты брендімен танымал. Біздің Қазақстан Республикасында сатылым бағасы 400-380 мың маңайында болады. Ал бұл жақта зауыттан шыққандағы өзінің құны 150 мың мен 180 мың теңгеден бастап алуға болады екен. Станогымыз бойынша бар жоғы бас аяғы 12 станок бар екен. Бір мотоциклдің құрастырылу уақытысы 2 күн алады екен. Қазақстанға қарай жеткізу уақытысы 10-12 күнді құрайды. Және бұлар енді фурамен жеткізіледі. Қазақстанда да бұл өнеркәсіпті қолға алуға болады, ешқандай кедергі жоқ. Айналысатын адамдар болса, осы видеоның астына телефон номерлерін қалдырсаңыздар, серіктес болуға болады. Электровелосипедтерді қаңқасын өндіреді екен. Қаңқасы крылосы, одан кейін негізгі көзі міне мынау дөңгелекте. Осы дөңгелекті айналдыратын тоқ келеді. Тоқ келгеннен кейін 4 сағат бойы, 5 сағат бойы ешқандай мардымсыз жүре береді. Мынау бізде Қазақстан Республикасы ешқандай жерде әлі жоқ. Енді неге мұны Қытайдың зауыттарымен бірлесе отырып, бізде өндірмеске деген сұрақ келіп отыр бізге. Дайын болған өнімдер уже осы жерге әкеп қоя салады екен. Клиенттердің дайын болған тауарлары әр мемлекетке қарай осылай жөнелтіледі осы жерден. Шеше, не алма? Енді тек қана осы жерден ағашпен қаптап, упаковкалеп, клиенттің айтқан мемлекетіне қарай жүріп беру ғана қалды. Міне салмағы 280 килограммға дейін адамдарды көтере береді екен. Негізі артына да бір адам отыруға болады, және өзінің отыратын шофері болады. Бір өкінішті ешқандай электровелосипед әлі күнге дейін Қазақстанға кемеген. Біздер осы зауытпен бірге отырып, бір айдың көлемінде 200-250 дана көлемде заказ беріп жатырмыз. Қазақстанға алғашқылардың бірі болып әкелейін деп жатқан біздің ниетіміз бар. Электровелосипедтің максимал жылдамдығы 50 км/сағатты құрайды екен. Тоқтаусыз 4-5 сағатқа дейін жүріп бере алады. Батарейканы зарядтау уақыты 4-3 сағатты құрайды екен. Негізінен енді 200 км-ге дейін жылдамдықта бір батарейканың қуатымен жүре бере алатын болып келеді. Жалпы Tesla автокөлігімен салыстыратын болсақ, ол автокөлік негізі қарапайым халыққа өте қолжетімсіз болып келеді. Бірақтан мынау
бағасы да өте арзан, қарапайым халыққа да кез келген адамда ала алатындай мүмкіндігі бар. Сондықтан көптеген нарықты осы электровелосипедпен қазір сындырып тастауға болатынына мен көзім тағы да жетіп отыр. Тура осы электровелосипедтер Гуанчжоудың қаласында ішінде базарында 2-7 есеге қымбатырақ сатылады екен. Бұл деген сөз енді Қытайдың өзінде осылай қымбат сатылғаннан кейін Қазақстанға барам дегенше тағы да ең аз дегенде 2-3 есе тағы да қосылады деген сөз. Енді өзіңіз есептей беріңіз. Жалпы мынау электровелосипедтерді сіздер өздеріңіз келіп алатын болсаңыздар Қазақстаннан, жалпы Қазақстаннан Үрімшіге, Үрімшіден Гуанчжоуға дейін примерно 1 миллион 100 000 теңге көлемінде визаңызбен, 2-4 самолетіңізбен, гостиницаңызбен сондай ақша кетіп қалады. Одан кейін сіздерге тағы да компания керек болады, официальный Қытайдың разрешениесімен осы зауыттан сіз зат ала алу үшін, келісіп шартқа отыра алу үшін тағы да сіздерге компания керек болады. Енді бұның артықшылығы сіздер өздеріңіз үйлеріңізде отырып, тура осы затты телефоныңыздан, интернетіңіз болса, тура осы зауыттың контактілерімен байланысқа шығып, осы затты өзіндік құнына сіздер ала аласыздар. Ешқандай кедергі жоқ. Ол үшін әрине сіздерге Қытаймен бизнес курсын оқу керек, білім керек болады. Енді ол ешқандай жасыратын нәрсе емес. Білімсіз ешқайда бармайсың, алысқа да бара алмайсың. Білім қай жерде де керек болады. Қытайдың сапасымен ойнауға болмайды негізі. Көптеген адамдар ойлайды, Қытай сапасыз зат шығарады деп. Қытай сапасыз зат шығарса 210 мемлекетке затын шығара ала ма мысалға? Қытай сапасыз зат шығарса бізде қазақтар iPhone ұстай ма? Ноутбук бола ма үйлерінде? Мынау электровелосипедтерге гарантия 5 жылға дейін береді екен. Егер де 5 жыл көлемінде бұзылып қалатын болса, қайтадан зауытқа әкеліп алмастырып алуға болады. Қазақстанда нөлден бастап кәсіп жасайтын адамдар болатын болса, сіздерге өте мықты ұсынысым бар. Біздер қазір таңда бірінші партия болып, тестовый режимде 200-250 штугын заказ беріп қойдық. Енді сата алатын адамдар болатын болса, осы кәсіпті дөңгелете алатын адамдар болатын болса, төменгі комментарияға номерлерін жазып қалдырсаңыздар болады. Жалпы сіздерге мықты ұсынысымыз бар. Бірігіп жұмыс жасап, серіктес болуға болады. Қолымызда тұрған осы зауыттың жетекшісі, директор болып келеді. Есіміңіз? Электровелосипедтер, именно электровелосипедтер айына қазір таңда қанша штук экспортқа шығарып жатсыздар? 电动车大概是5万左右吧，5万。 Мына жерде айтып отыр 50 мыңнан аса бір айда экспортқа шығарады екен деп. Серіктес болғаныңызға көптен көп рахмет.